Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Қазіргі қазақ тілінің морфология курсы бойынша 3-ші практикалық сабағымызды бастаймыз. Берілген мысалдарды грамматикалық мағынасына қарай талдайық. Үлгіде алдыңғы сөйлемнен мысалдар көрсетілген. Сондықтан өтпес деген сөзді қарастырайық. Өтпес сөзінің лексикалық мағынасы кеспейтін, пышақ туралы айтылып тұрғандықтан кеспейтіндегі мағынада қолданып тұр. Жалпы грамматикалық мағынасы қимыл мәні, қимыл, оның ішінде болымды, салт мән беру, салт мәні. Ал категориялық грамматикалық мағынасы қимыл мәнін категориялық мағынасы қосымша пе қосымшасы арқылы болымсыздық мағына беріліп тұр. Болымсыздық мағына беріліп тұр. Одан кейін с қосымшасы арқылы есімше тұлғасы сындық мағына беріп тұр. Қандай деген сұраққа жауап беріп тұр себебі. Ал қатыстық грамматикалық мағынасы қандай деген қимыл әрекетті білдіретін етістігіміз қандай деген сұраққа жауап беріп, сын есімнің қызметін атқарып тұр. Сын есім сұрағына жауап беріп тұр, сондықтан қатыстық мағынасы сындық мағына болады. Осы үлгіменен қалған мысалдарды талдаңыздар. Мына үлгіге қарасаңыздар болады. Келесі тапсырма, алған білімімізді жинақтап, тестке жауап беріп көрейік. Сөз құрамы мен тұлғасы деген ұғымдар бір. Жоқ әрине, құрамы дегенде біз сөзді дара күрделі деп жіктейміз, тұлғасы дегенде түбір қосымшаға ажыратамыз. Түбір морфеманың қосымшаның басты айырмашылығы лексикалық мағына білдіруінде. Түбірде әрі лексикалық, әрі грамматикалық мағына болады, ал қосымшада тек қана грамматикалық мағына болады. Қосымшаларды Ипатов жалғау, жұрнақ, жұрнақша деп жіктемеген. Ол сөз жасам, сөз түрлем, сөз байлам. Ал Қалыбаевада керісінше жалғау, жұрнақ, жұрнақша деп жіктейді. Исаев көптік жалғауды грамматикалық жұрнаққа жатқызады, себебі ол сөз бен сөзді байланыстырмай, басқа жұрнақтар секілді тек қана грамматикалық мағына үстейді. Сөз тудырушы, форма тудырушы қосымшалар жіктеу синтаксик принцип емес, семантикаға негізделген. Жүк ауырынар көтереді дегенде 10 морфема бар, себебі жүк дегенде жүктің ілік септік жасырын тұр, нар дегенде атау септік жасырын тұр, сонда 10 морфема шығады. Функциялық қосымшалар басқа тілден енген қосымшалар емес, ол төл қосымшаларымыз. Жалғаулар 3 түрге бөлінеді. Қосымшалардың жіктеу кестесінде субстантивтік, адвербиалдық, субстантивтік, адвербиалдық және предикаттық деп жіктеледі. Ат тұяғын тай басар дегенде қосымша морфемаларды санайтын болса, аттың ілік септігін 0 тұлғасы, тұяғын н 2 морфема, тай атау септік те тұр, басар ар және 0 тұлға бар. Жіктер жалғау сонымен 6 морфема шығады. Аталған тақырып бойынша біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.